Қала құпиялары. Семей қаласының орталығында орын тепкен осындай көне тарихи ғимаратта қазіргі кезде 6 отбасы түтінін түтетіп отыр. Бұл ғимараттың тарихына бірге шолу жасайық, бізбен бірге болыңыздар. Татар халқы Семей бекінісі салынғаннан кейін біртіндеп осы аймақтарға көше бастады. Бұл революцияға дейінгі жылдарда орын алған кезең. Үйлері Ертіс өзеніне жақын жерде салынды. Өйткені ол кезде су құбыры болмаған. Семейдегі алғашқы су құбыры 20 ғасырдың басында Плешеевтің басшылығымен пайда болды. Почему? Потому что Деректерге сүйенсек, бұл жерде 80-ге жуық үй болатын. Олардың барлығы жерден 1 метрдей қадауларда тұрды. Өйткені көктем айларында Ертіс өзені жағасынан тасып, көпестердің тауарлары су болып қалатын. Сол себептен олар үйлерін көтере бастады. Айтпақшы, бұл жерде татарлар ғана емес, сонымен қатар әртүрлі ұлт өкілдері де өмір сүрді. Қазақтар, өзбектер, қырғыздар, орыстар және тағы басқа ұлт өкілдері. Неліктен деген заңды сауал туындаса, оның жауабы Семейде сауда орталығы болған. Елдің түкпір-түкпірінен барлық саудагерлер жиналды. Өлке танушының айтуынша, қазақтың ұлы ағартушысы Абай Құнанбаев медреседе оқып жүрген кезде Татар ауданындағы үйге келіп тоқтаған. Қала құпиялары. перевозчиком был. Бұл ауданда Абай Құнанбаевының Семей қаласына алғаш келіп қонақ болғандағы үйі де бар. Абай Семейге қымыз, ет арқалап керуенмен келген. Ол қаланың губернаторына келген. Алайда қабылдау бөлмесіне кіріп, өр аудайдың қазағымен танысты. Ол орыс тілін жетік меңгерген аудармашы еді. Абай губернатордан шығып, жігітке сіздің үйіңізге қонсам болады ма деді. Солайша Хакім Абай алғаш рет Семейге келді. Үй Шайжүнісов көшесінде әлі сақталып тұр. Татар қонысында серуендеп ескі ғимараттарды көруге болады. Бірақ бұрынғы саудагерлерді кезіктіре алмаймыз. Қазіргі жергілікті тұрғындардың иелігіне өткен. Үйлер сонау саудагерлердің заманнан келе жатқандықтан біртіндеп сатылып бұзылып жатыр. Өлке танушылардың айтуынша, олар жергілікті атқарушы билік органдарына өлкеміздің тарихи мұрасын сақтау туралы бағдарлама әзірлеу туралы бірнеше рет жүгінген. Город ведь такой промышленности нет, все, мясокомбинат закрыли. Біздің қаламызда бір кездері өнеркәсіптердің азайып кеткені жалған емес. Ет комбинаты сынды ірі өнеркәсіптерді айтып тұрмын. Көп адамдар жұмыссыз қалды. Біздің қала Санкт-Петербургтың жасымен бірдей десек те болады. Сол себепті қаламыздағы туризмді дамытып, бұл үйлерді сақтап қалу қажет. Өзекті парақшасындағы қала құпиялары айдарының кезекті саны аяқталды. Өткен тарихымызды санамызда жаңғыртып жүрейік. Уралтай Ертіс Семей бір намысы, қызғалдақ ғұмырымның құндағысы. Мен сенің бағыңдағы бұлбұлың ем, жаралған жамалыңды жырлау үшін.